Ey, sen neqip tursun bir özün? Adasıqa verdim үйден үйге апаруға көмектесесіз ба? Есімің кім сенің? Айша. Айша, әдемі есім екен, ә? Сен анау семейный күреске қатысатын балалардың қарындасы емессің бе? Иә. Жүр онда мен сені үйге апарып тастайын, ә? Мен сен ағаларыңды, әпкелеріңнің бәрін танимын, ә? Уайымдама, мен сені үйіңе аман есен апарып тастайын, ә? Жүр кет. Айша қарындасымызды құтқарып алған үшін кешірдік. Қандастарымызды қайда тығып жүрсіңдер өздерің? Өздері бізге жұмыс іздеп келді. Қандай жұмыс? Оны айтуға болмайды. Жұмыстан шығарыңдар онда. Қыздар ол жағын өздері шешсін. Кеттік онда. Сен не болып тұр жүрсің? Не істейсің мұнда? Шық мен үйінен. Кім? Мұнай ма? Мұнай менің атымда. Қара, құжатта, сенбесең. Қалай сенің атыңда? Оқы дұрыстап. Мен үйім, бизнестерім. Бәрісі. Қалай мынау? Қазір мына жерден кетпесең, күзет шақырам. Жоғал көзіме көрінбей. Бірақ кейсеміз әлі. Көресің. Саған байлықты берсе де, тазалықты бермепті ғой. Сендер келетін болсаңдар бір ескертіп келіңдер шеш. Жүрегімді ұшырдыңдар ғой менің. Бейбіт, біздің ескертуіміз бар. Маған қандай ескерту берсеңдер де бәрібір шын айтайын. Байлығым бар, жетеді, ақшам көп менің. Сен баланы жолға алмайсың. Қойш, шынымен ба? Бұл әзіл емес, шарт сондай. Мейлі. Ең бастысы балдардың ақшаларын жіберіп тұрам. Бөтен адамнан кім ақша алсын, оны да бере алмайсың. Табармын бір адам. Ең болмаса серік арқылы беріп жіберіп тұрам. Ай қайдам, серікте де бездір жердің ғой. Тыңдап тұрмын. Серік Аманұлы деген сіз ба? Иә, мен. Бұл полициядан хабарласып тұр. Тез арада бөлімшеге келіңіз. Қыздарыңыз ұрлық үстінде ұсталды. Әке, жүрші ойнайық. Сен атың Айша ма? Иә. Қызым, сендер Ясмин екеуің ойнап қайтыңдар ше, мен әпкелеріммен сөйлесіп алайын. Жарайды. Айтыңдаршы, неге бұндай жолға түстіңдер? Ұрсасыз ба, пап? Жоқ, ұрыспаймын, мен жағдайды білгім келіп тұр. Біз әдейі істемедік, пап. Сіз мама екеуіңізге көмектесіп, ақша тапқыңыз келді. Ұрлықты жалғыз жасадыңдар ма, астарында біреу болды ма? Қорықпай айта беріңдер, мен ұрыспаймын. Біздің жанымызда 3 бала және 1 қыз болды. Қыздар біздің жерде әкелері айтып қойыпты. Ол келе жатыр. Білгенім оларға сенуге болмайтын. Тыныш, қорықпаңдар, мен сендерге тиіспеймін. Қандай кепілдігіңіз бар оған? Мына жерде қалай тұрып жатсыңдар? Онда сіздің шаруаңыз болмасын, біз жайымызға алдырыңыз. Так, былай келсейік. Мен сіздерге жақсы, жылы, жайлы тұратын жер тауып берем. Бірақ сендер ұрлық жасауларыңды қоясыңдар. Ата-аналарың қайда? Тастап кеткен. Мына жерден шықсақ бізді қайттан балалар үйіне қалмайды. Біз сізге сенбейміз. Үлкендердің бәрі жауыз болады. Енді сену, сенбеу өз еріктеріңізде, бірақ мен сіздердің балалар үйіне түспеулеріңе кепілдік боламын.
бейбіт, сен берген ақшаларыңды балаларыңа табыстап отырам. Сен мына 4-еуін өзің үйіне тұрғызатын боласың. Жақсы, келістік. Ал балалар, қоныстарыңыз құтты болсын. Тоқтаңыз. Сонда сіз бізді асырап алмақшысыз, ә? Иә, асырап алмасам мына балалар үй арттарынан қалатын емес. Рахмет сізге. Бұл жақсылығыңызды ұмытпаймыз. Оқыңдар, білім алыңдар, адам болыңдар. Бәрін орнына қайтарайықшы. Балаларың сағындың ба? Иә, сағындым. Мына ақшаңды да, мына байлығыңды да, үйіңді де қайтып алшы. Тек балдарымды қайтаршы маған, өтінемін. Бақыттың неде екенін тым кеш ұқтың ғой сен бейбіт. Сонда немен? Балдарымды құшақтап еске алмайын ба? Бәрі өзіңнің ниетіңе байланысты. Мына періштелер де келмей кетті. Жалынам, қайтаршы маған бәрін. Ей, не істеп тұрсыңдар? Сіз тұрып кеттіңіз бе? Біз сізге сюрприз жасайын деп едік, сіз барлығын көріп қойдыңыз. Қандай сюрприз? Оны айтуға болмайды, ол тосын сый. Бізді асырап алған үшін рахмет Серік аға. Аға емес, әке дей берсеңдер олар. Мен барлық құжаттарын рәсімдедім. Шын ба? Иә, мен сендердің бәріңді жақсы көремін. Әке, онда осы жерде күте тұрыңыз. Біз сізге қазір тосын сый жасаймыз.